Көпшілік адамдарды жалпы төс артындағы күйдіру сезімі мазалайды. Дәрігерге барады, қаралады, тексереді, жүрек таза. Не болуы мүмкін? Ол әрине гастроэзофагеалды рефлюксті ауру. Асқазан мен өңештің арасындағы сфинктер жұмыс істемейді. Нәтижесінде асқазандағы тұз қышқылы өңешке қарай өтеді. Сол жерде күйдіру сезімі туындатады жалпы. Жедел жәрдемге шақыртуларда барған кезде айтады: "Я бір аптадан бері ауырып жүрмін, бір айдан бері ауырып жүрмін, және тамақ ішкеннен кейін осы ауырысым күшейеді" дейді. Қыжыл пайда болады. Түсім күйдіріп ауырды деген кезде миокард инфарктына күдік туындайды. Дәрігерлер қарайды, нәтижесінде тексереді, бірақ барлығы таза. Тропонин тест алады, кардиограмма түсіреді, және де УЗИ серт жасағаннан кейін бұндай жағдайлар сіздерде орын алса, таза деп дәрігер айтқан болса, дәрігер гастроэнтерологтың кеңесі қажет. Осындай жағдай орын алған кезде, жалпы тамақтанғаннан кейін ауырғанда, сұйықтық ішкен кезде жалпы ауырсыну, жалпы сезім басылып, біршама жеңілдік пайда болады. Ал миокард инфарктын ол ангиоз ауырсыну ештеңеге басылмайды. Кеуде тұсы қысып күйдіріп ауырады, ауырсыну сол жақ қолға, иыққа беріледі.